Кейде бір секундтық сәттің қадірін білу үшін де күнә мен қателікке баруға тиіспіз. Жақсының қадірін жақыны білмес, жат білер деген бар, туысқа өкпелеме. Басқаға жүк болған адам айналасындағыларға төмен адам болып көрінеді, және қадірі де қалмайды. Амандықта қадір жоқ, алдырған күні білерсің. Денсаулықта қадір жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айырылған күні білерсің. Біреуге қарап өзіңе баға беруге болмайды. Мен туылған кезде қатты жыладым, бірақ мен өмір сүріп келе жатқан әр күн маған не үшін жылағанымды түсіндірді. Алдымен өзіңді жақсы көріңіз, қалғанының бәрі тәртіпке келеді. Бұл әлемде бәрін жасау үшін өзіңді жақсы көруің керек. Бақытты болу үшін және өзіңізді бағалау үшін басқа біреуге тәуелді болмаңыз. Бұған тек сіз ғана жауап бере аласыз. Егер сіз өзіңізді сүйе және құрметтей алмасаңыз, оны ешкім жасай алмайды. Сіз өзіңізді бірнеше жылдар бойы сынап келесіз, бірақ ол нәтиже берді ме? Өзіңізді мақтап, не болып жатқанын көруге тырысыңыз. Мен сәттіліктің кілтін білмеймін, бірақ сәтсіздік кілті бәріне ұнауға тырысуда. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықты өткеніне қарап бағалау керек. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы керек. Бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді, өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді, сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді, бақыттың қадірін сорың түсіндіреді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қадалатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ұйық қалады. Сондықтан шын жақсы көрген адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Қиналып сұрағанға берсең, өзіңді сыйлағаның. Әшейін сұрағанға берсең, өзіңді қорлағаның. Қызығын көрмеген малдан не пайда, сыйласып жүрмеген жаннан не пайда. Сыйлап берген су, сатып алған балдан тәтті. Сұрап алған сыйлықтың қадірі жоқ. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып, өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс.
Дана ғұламалардың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер сенің айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін, ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, ол міндетті түрде жүрекке кіреді, ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтсаң, ісің бекер. Адамдар сенің сыртыңа қарайды, жаратушың ішіңмен жан дүниеңмен бағалайды. Адамның жүрегі қандай болса, тілінен сондай сөз шығады. Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Мен өмір сүру үшін жеймін, ал басқалар жеу үшін өмір сүреді. Өз шаруаларыңызды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қараңыз. Жек көру қорқақ адамның орындай алмаған кегі. Әлем жұмыс істеуге қауқары жоқ, бірақ бай болғысы келетін жалқаулардан тұрады. Ұрлаған ұры емес, ұсталған ұры. Қолынан іс келетін адам жасайды, ал келмейтін адам үйретеді. Өзіңді күштеп бір нәрсе айту қиын, үндемей қалу одан да қиын, ал өзіңді ойлануға мәжбүрлеу тіпті одан да қиын. Ең қиыны бірдеңені сезіну үшін өзіңді қинау. Өзгенің сөзіне сенгенше өзіңнің көзіңе сен. Баланы таба білсең, баға да біл. Жақсыны сыйласаң, есіңнен кетпейді. Жаманды сыйласаң, есігіңнен кетпейді. Парақор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін. Естіге айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең, езге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді. Дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Қанша жерден дарынды болып нәтижеге жету үшін барыңызды салып жатсаңыз да, уақыттың билігінен аса алмайсыз. 9 әйеліңіз жүкті болса, 1 айдан кейін балаға қол жеткізу мүмкін емес. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді шараңды. Адамның шашқаны емес тергені, алғаны емес бергені қалады. Адам күліп тумайды. Туа сала күлмейді, үйренеді күлуді, бірақ күліп өлмейді. Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, және жылап өледі, өзгені де жылатып. Жылайтыны туарда жамандар бар қинайтын, жылайтыны өлерде жақсылар бар қимайтын. Адам кейде өз үйіне де сыймайды. Ақылды адам алыс айтудан ауырсынбайды. Өзгенің өзіңе көрсеткен қызметін ұмытпа да, сен өзің көрсеткен қызметтеріңді ұмыт. Әркімнің қателесуі мүмкін, ал оны мойындамау тек ақымақтың ісі. Ұлы істерге талпынып, жолы болмағандардың өзін құрметтей біл. Егер әрі қарай өсу болмаса, батар күн де алыс емес. Жек көрушіліктен қатты қорқатын адам басқара да алмайды. Өзін басқара алмайтын адам құл.
Азғантай дүниесі бар адам кедей емес, көп дүние қалайтын адам кедей. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді. Түрлі адамдар түрліше күн көреді. Біреулер су, біреулер у береді. Сен өмірге келіп те үлгермейсің, біреу сені жамандап үлгереді. Жастығым өтті деп не керек уайымғып, жігіттік дегенің қартыққа дайындық. Жылама, о досым, жігіттік тәмәм деп, жыла сен қартыққа дайындық жаман деп. Есте ізгі істерге қарағанда реніш ұзақ сақталады, ізгілік тез ұмытылады, ал реніш өкпе есте тайға таңба басқандай тұрып алады. Ұсақ қателіктерден ірі кемшіліктерге өту қиын емес. Екі жүздіге көрсетілген сенім оған опасыздық етуге мүмкіндік береді. Арнама тіркеліп өтіңіз, комментарияға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз. Пайдалы нақыл сөздермен өз жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.